Ал ұзақ үзілістен кейін қайтадан видео түсіруді бастадым. Бірінші мынандай қолдан сухари жасаймыз, қара наннан. Міне қараңыздар. Дәмі өте тамаша, әдемі болады. Балалар сүйіп жейтін сухари. Енді бұған бізге керегі қара нан. Ақ наннан жасайтын болсаңыздар, ол просто кескен кезде үгітіліп кетеді. Сол үшін қара нанмен пісірген жасаған жақсы. Міне осындай қара нан аласыздар. Чеснок, сушеный молотый чеснок аласыздар. Шамалы дәм береді. Бұл қоспасаңыздар да болады. Дәм беру үшін қоссаңыздар да болады. Сұйық май и тұз керек болады, болды. Басқа ештеме керек жоқ. Қазір қалай жасалатын жолын көрсетемін. Міне осылай турап аласыздар, жіңішке қылдырып. Содан кейін тағы да осыны, енді менің пешім үлкен, мынаны 2 бөліп пісірем, ал сіздердің пештеріңіз кішкентай болса, 3-ге бөліп пісірсеңіздер болады. Менің противенім үлкен болғандықтан 2-ге бөліп пісірем қазір. Осыларды қазір көрсетем сіздерге ары қарай. Міне, мынандай жағын алып тастаймыз, бас жағын. Шетін жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады. Мен жасай беремін. Майда қылып турап жібересіздер. Көрініп тұр ма? Міне, осылай майда қылып турайсыздар. Қазір. Міне, мынандай шет жағын алып тастаңыздар. Өйткені әдемі болмай қалады. Міне, осылай. Үлкен ірі қылып жасасаңыздар да, майда қылып жасасаңыздар да өз еркілеріңізде, мен осындай қылып жасаймын. Әркімнің өз қалауы. Міне, ең бастысы жасалу жолын көрсетсем болды. Міне, осылай барлығын тураймыз. Содан кейін қазір келесі процесті көрсетемін қазір. Ал міне мен турап алдым, жартысын, нанның жартысын. Енді ары қарай тұзды себелеп қосамыз. Бір араластырып аламыз. Тағы да себелейміз. Өздеріңіз енді жобамен жасайсыздар. Мынанша тұз қосасыздар деп айта алмаймын. Тұзы көптеу болсын десеңіздер, көбірек қосыңыздар, тұзды болсын десеңіздер. Тұзы аз болсын десеңіздер, аздау қоссаңыздар болады. Мен өзім қатты тұзды ұнатпаймын. Сәл былайсыздар. Чеснокты да солай, дәл солай себелеп қана міне. Видеода бір көп қосылып тұрған сияқты көрінуі мүмкін, бірақ көп қосып жатқан жоқпын. Жай ғана себелеп қосып жатырмын. Міне болды. Енді тұз сәл аздау сияқты бір себелеп жібере салайын. Міне, бір араластырып жібересіздер. Содан кейін майды тоже солай себелейсіздер. Мынау енді қатты құйылып тұрған сияқты, менде жіңішке басы, сол үшін осылай құямын. Егер сіздерде несі аузы үлкен болса, басқаша жолмен құйсаңыздар болады себелеп. Осылай ғана себелейсіздер. Болды. Осыны духовкаға салып, енді пісіреміз. Бір 10-15 минутта өзі қатып, әдемі сухари болады. Енді жаңағы жасағанымызды мен уже жасап жатырмын, сол үшін май болып тұр. Міне, осылай құясыздар. Сөйтіп осылай жайып жібересіздер де, духовкаға бір 10-15 минутқа салып аласыздар. Сол кезде мынандай қатты болып, әдемі болып пісетін, сап-сары, қызыл болып. Ал міне дайын болғаны міне мынандай. Осылай дайын болады. Кепкеннен кейін кішіреді ғой көлемдер. Осыған саламыз. Ал біттік. Мынау 2 булка наннан, 2 қара наннан жасалған сухари міне. Осындай әдісті болды. Мына жерде менің балаларым еще жеп үлгерді. Міне осылай жасап қойсаңыздар болады. Қараңыздар. Кәдімгі дүкеннен сатып алатын сухари. Міне. Дәмі өте керемет. Балалар жеп жүреді. Дүкеннен сатып алғанша осылай қолдан жасап берсеңіздер болады. Ал видеома ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, видеомды қолдап кетіңіздер.